ойыны деп аталады. Ол ойынға қазір біздер мына кездейсоқ таңдау арқылы 5 оқушыны ғана шығарамыз. Жақсы ма? Ол оқушылар кімдер екен? Қазір біздер білетін боламыз. Бірінші оқушы бізде Жапархан Айару келе ғой. Мына жерде біздерде сиқырлы қораптар бар. Осы сиқырлы қораптың ішінде бір сурет жасырылған. Сол суреттегі бойынша сен сөйлем құрайсың. Жақсы ма? Біреуін таңдайды. Қазір екінші оқушы Хаджали. Келесі. Еді келе ғой. Еді. Қазір басқа оқушы таңдаймыз. Алдияр келе ғой. Үш оқушы. Ең соңғы оқушы Айым. Қанарек ойыны дегеніміз балалар міне мына қораптың артында қандай сурет көріп тұрсың? Биші. Биші туралы сөйлем қой. Биші билейді, дара етісті. Сұрақ қояйық. Не істейді? Билейді. Билейді. Жақсы, жарайсың. Өзіңе бір бал ала қой ана жерде. Келесі оқушы Айым. Ол ақын. Ақын өлең шығарады. Ақын өлең шығарады. Дұрыс. Не істейді? Шығарады. Ол? Дара етістік. Жарайсың. Бір бал ала қой бізде. Келесі. Мына жерге тұра ғой кел. Келесі бізде қандай? Суретші. Суретші сурет салады. Дұрыс. Істейді, салады, дара етістік. Өте жақсы. Бір бал ала. Алдияр, сенде қандай сурет шыққан екен қараймыз? Батыр. Батыр елін қорғайды. Батыр елін қорғайды. Дұрыс. Не істейді? Қорғайды. Ол дара етістік. Жарайды. Бір бал ала қой өзіңе. Нұсқаулық жазды. Ол нұсқаулықта өнер адамы өзін көпшілік алдында қалай еркін ұстау керектігі туралы нұсқаулықты өздерің жаздыңдар. Енді сол бойынша қазір сендер өздері қазақ тіліне біткен ережелер бойынша домбырада тартып отырып ережені айтатын боласыңдар. Жақсы ма? Ал, кім айтады? Туынды зат есім дегеніміз түбі сөзге жинақ жалғанса, ол туынды зат есім болады. Мысалы, күйші, оқушы, оқулы. Жарайсың. Екі бал ала қой өзіңе. Сұрағанды оқи қой. Есік дегеніміз не? Есік деген іс қимылды білдіреді. Оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Мысалы, Алинар мектепке барды, не істеді, барды. Алдияр дүкенге барды, не істеді, барды. Енді балалар үй тапсырмасын жазып алсақ, бүгінгі сабақ қалай өткендігі бойынша сіздерге мынандай трафарет берді. Осы жұлдызшаны таңдасаңыздар, сіздерге бүгінгі сабақ өте жақсы түсінікті болды. Егер шаршыны таңдасаңыздар, орташа түсіндім. Егер шеңберді таңдасаңыздар, мен толық түсінген жоғым деп онда белгілеген боласыздар. Жарай ма? Ал қазір жылтырағымызды алып, ішіне желіммен желімдеп, жылтырақты шашатын боламыз. Сол бойынша тексереміз қазір сіздердің білімдеріңізді.